Достар, барлықтарыңызға сәлем. Инстаграмда, тиктокта хит болып жатырған осындай әдемі тойбастарды бірге жинайтын боламыз. Бұл тойбастардың ішіне носочки салсаңыздар болады, немесе птичье молоко салсаңыздар болады. Барлығы өздеріңіздің идеяларыңызға байланысты. Және ең бастысы өте оңай жасалынады. Егер сіз декреттегі ана болсаңыз, немесе жай ғана бизнес бастағыңыз келсе, онда осындай дайын шаблондарды алып бизнес бастауыңызға болады. Ол үшін менің YouTube каналыма тіркеліп, описаниеден менің WhatsApp ссылкама өтсеңіздер жеткілікті. Өздеріңізге белгілі, мен алдын ала шаблондарды шығарып алдым. Және бұл тойбастардың басқаларынан ерекшелігі, бір бетке екі жағында қаратып шығарамыз. Қазір міне қиып аламыз ең бірінші. Барлық керек емес бөлігін қиып тастағаннан кейін бізде шаблон осылай қалады. Және тағы бір айтып кететін жағдай, егер сіздердің тойбастарларыңыз тіке, әдемі болып шыққан қаласаңыздар, онда осындай қырларын бүктейтін уақытта қолмен емес, қандай да бір шықпайтын ручкамен, немесе мен сияқты осындай креммен басып, сылғышпен басып шықсаңыздар болады. Сол кезде майыстырған кезде тіке әдемі болып шығады. Бірақ алдын ала кремдеріңізді қарап алыңыздар. Өткен кейбір кремнің басы қатты үшкір болып жырт жіберуі мүмкін, немесе қандай да бір із қалдырып кетуі мүмкін. Ал енді бүктеп болсақ, тіраколмен ортасынан, қақ ортасынан тесіп аламыз. Қазір осы бөлігіне лента өткіземіз сосын. Мен алдын ала екі лентаны дайындап алдым. Бұл үлкен лента, носочканы байлайтын лента. Бұның сантиметр шамамен 35-40 сантиметрдің арасы. Ал кішкентай лента бұл 20-25 сантиметрдің арасы. Міне қазір осы жерге горячий клеймен жабыстыратын боламыз. Горячий клеймен жұмыс жасау барысында өте сақ болыңыздар, өйткені шаблонның қандай да бір жеріне тиіп кететін болса, онда ол бөлігі қатты жабысып қалатын болады. Қазір енді міне осы кішкентай сызыққа лентаны жабыстыратын боламын. Ал енді ортасына носочканы салып, бантик қылып байлаймыз. Міне бізде өте әдемі тойбастар шықты. Қазір енді сыртына лентаны өткізіп, бұны да бантик қылып байлаймыз. Мінекей бізде барлығы дайын. Егер сіздерге менің видеом ұнаған болса, пайдалы болған болса, лайк басып комментарий жазыңыздар, және менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.